Құрмет қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын амансыздар ма? Достар, Шерзат бауырымыздың өліміне қатысты бүгін сот аяқталды. Сотқа дейін неше түрлі әңгімелер болды, оны біз бәріміз көрдік. Жаңағыдай сот әділ өтпейді, сот ашық өтпейді, халықтан бәрібір жасырып қалады деді. Кейбір мынау шетелде отырған адамдар ойбай жаңағы сотқа, прокуратураға ақша беріп, бәрібір де ол сотты сатып алады деген де әңгімелер болды. Міне ағайын, бұл әңгіменің барлығының нүктесі бүгін қойылды. Жеке менің өзімнің ойым ең біріншіден сот ашық өтті. Бүкіл қазақ елі болып, біз бұл сотты бәріміз тікелей эфирде көріп отырдық. Инстаграм, тикток желілерінде бұл соттың үзінділерінде салып отырды. Жалпы айтқанда ашық өткізілген сот болды ағайын. Халық бәріне өзі куә болды. Және де Шерзатты өлтірді деп айыпталған Абзал Шынасылға 23 жыл срок берілді. Ағайын, 23 жыл деген бұл оңай нәрсе емес. Және осы іске қатысты деген адамдардың барлығына 15 жыл, 9 жыл, 7 жыл, және ішіндегі ең жасына әлі кәмелетке толмаған бала екен, оған 1,5 жылға бас бостандығынан айырған екен. Жалпы ағайын, менің айтайын дегенім, кез келген дүниеде әліптің артын бағуды үйренейік. Отырып алып анау-мынау деудің қажеті жоқ. Міне көрдіңіздер, сот әділ болды, сот ашық өтті. Ең басты дүние осы, және де тағы бір басты дүние, сол сотқа қатысы бар адамдар шынымен де өзінің жазасын алды деп ойлаймын.